Қайырлы күн балалар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы и әрпімен дыбысы, 8 саны мен цифры. Сіздермен бірге Гүлзина Жақсылыққызы. Алдымен қысқа и әрпіне берілген бейне жазбаға мұқият назар аударамыз. Bir, екі, үш. Қысқа и әрпі. Қысқа и әрпі. Ай. Ай. Айран. Айран. Шәй. Май. Шәй. Май. Қой. Қой. Тай. Тай. Көйлек. Көйлек. Айна. Айна. Мінекей балалар, байқасаңыздар, қысқа и әрпі қазақ тілінде сөздің басында кездеспейді. Ол тек қана сөздің ортасында және соңында кездеседі. Ал бізге орыс тілінен енген йод, йогурт деген сөздерде қысқа и әрпі сөздің басында кездеседі. Қазақ тілінде, қазақ сөздерінде қысқа иден басталатын сөз кездеспейді. Енді балалар, мына сөздерді мұқият оқимыз және менің мына айтқанымды еске сақтап алыңыздар. Қысқа и әрпі әрқашан дауысты дыбыстардан кейін жазылады. Дауысты дыбыстан кейін қысқа и жазылады. Сондықтан оның төбесінде қалпағы болады. Қысқа и деп сондықтан айтады. Ал енді оқимыз. И өте қысқа айтылады. И, ай, шай, тай, айна, ғайша, айран, айша, айнаш, атай. Сосын әрбір сөзге, мына суреттегі сөздердің атауына дыбыстық талдау жасаймыз. А дауысты дыбыс, қызыл бояу. Қысқа и дауыссыз, көк бояу. Айна, айран сөздеріне де дыбыстық талдау жасап, буынға бөлуді сіздер білесіздер. Нарттай болып құлпынай, пісіпті ғой шіркінай, құлпынайдың дәмінен татуға жұрт ынтығай деген өлеңді жаттап алыңыздар және аудио жазбамен маған жіберіңіздер. Сосын менің жіберген нұсқаулығым бойынша қысқа и әрпін дәптерімізге жазамыз. Жазу барысында саусақтарымызға жаттығу жасаймыз. Одан кейін сіздерге 8 саны мен цифрына берілген тапсырмалар бар. Мына жерде суреттерге қарап өрнек құрастырасыздар. Мына бұршақтардың 7-еуі жасыл, 1-еуі сары. 7 жасыл бұршаққа 1 сары бұршақ қосылса 8 шығады екен. Әрі қарай осылай шығарасыздар. 6 жасыл бұршаққа неше бұршақ қоссақ 8 болады. 5 бұршаққа неше бұршақ қоссақ 8 болады. Әрі қарай осылай шығарамыз. Сосын мына жердегі жұлдызшаларды санаймыз. Бізде 6 жұлдызша сызылған және 2 қызыл бұлт тұр. Демек барлығы 8 фигура болған, 6-ы сызылып тасталған, нешеуі қалыпты. Осылай есеп шығарамыз, Сосын суреттермен жұмыс жасаймыз. Мына сандардың арасындағы түсіп қалған сандарды өсу, кему ретімен толықтырасыздар. Әрі қарай осылай есеп шығарамыз. 7-ге қандай санды қоссақ 8, 5-ге қандай санды қоссақ 8 болады. Сандық сәулеге барлық натурал сандарды орналастырамыз. Және тізбектегі түсіп қалған сандарды толықтырамыз. Мынау суретті міндетті түрде жасап салыңыздар. Бұл сіздерге жазу каллиграфияларыңызды түзететін өте тамаша әдіс. Сондықтан мына суреттің жартысын санап отырып, торкөз дәптердің торкөздерін санап отырып салыңыздар және мұқият бояңыздар. Сосын жіберген нұсқаулыққа қарап отырып 8 цифрын жазамыз. 8-дің құрамын жаттап аламыз. Үйімізге осы суретті іліп қоямыз. 1 мен 7-ның қосындысы 8, 2 мен 6-ның қосындысы 8, 3 пен 5-дің қосындысы 8, 4 пен 4-дің қосындысы 8 деп жаттап аласыздар. Сонымен бүгін қысқа и әрпімен таныстық, 8 саны мен цифрын таныдық және 8-дің құрамын білдік.
Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.